Достар, бұл видеода біз деген Лига Чемпионовтың матчынан қысқаша влог түсірген болатынбыз. Және де влогтың соңына қаратай FIFA-дан әдеттегідей пактар ашатын боламыз. Және де бізде деген уже ширек финалдың жеребьевкасы бүгін болды. Бұл жерде бізге, яғни Барсаға PSG түсті достар. Енді PSG мықты соперник екені белгілі, бірақ та Барса PSG-ны жеңетін болса, ары қаратай бізге Атлетико мен Боруссия Дортмундтың жұбының жеңімпазы түседі. Егер де PSG-дан ұтатын болсақ, Атлетико мен Боруссияның екеуін бірге ойнайтын болсақ, бізге деген финалға шығуға шанс әбден көп достар. Ал келесі жақта ойындар Реал мен Сити және де Арсенал мен Бавария. Бұл жерде Реал мен Сити екеуінде де шанс өте көп. Бұл жерде белгісіз кім шығатыны. Ал Арсенал мен Баварияда басымдылықты Бавария алып тұрғаны барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Barça 88 mi? Barça 88. Ақы FIFA ойнау білесің ба не? 5 мен ойнайыншы бекатқа. Болмайды, қыздар ойнайды. Болды бата. Так, достар, короче, бізде матч басталып ойнап жатыр. Мен мына жерде Қазақстан деген жазылды, плюс Барса деген жазылды жауып қойған болатынмын. Себебі деген маған видео салып жатырмын, бірақ та қайта бан беріп жатыр, сондықтан да жауап салдым. Және де бұл видеоның звугын алып тастап, өзім озвучка жасадым. Қазір мен деген алған заттарымды көрсетіп жатырмын. Бұл жерде джин, шемішке, бірінші одан кейін екінші осындай гранаты сок. Так, ойымай, осы видеоны баңа тықсай, онда білмеймін, онда салмайтын шығар ешқашан. Так, мынау керешки осындай. И потом ең соңға осындай флеш, короче, достар, осындай заттар алған болатынмын осы матчты тамашалаймын деп. И, короче, қазір матч өте қызықты болып жатыр. Енді гол салған моменттерді сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Короче, осындай. Достар, короче, қазір мендер деген мына гранаты сокты ішіп көрдім. Дәмі білмеймін, енді қатты жақсы да, жаман да емес, орташа. Так, бұл жерде бізде деген әлі гол салынған жоқ достар, әлі так мына жерде Барсаның атакасы так бәсеңде қалды. Так, мына жерде мен деген осындай соусымен керешкиді батырып жеп отырмын, короче, осындай мінекей достар. Достар, қараңдар, мен қасыма, короче, мысығым келді. Бұл мысықтың аты Рыжик достар, әлі бірге толмаған, короче, 7-8 айлық сондай мысық, сары. И мен қасымда түсінбей жүр достар, мен заттарымды көріп қараңдар. Короче, осындай бізде матч әлі болып жатыр. Әлі счет 0-0 достар. Так, мінекей мысық мына жерде жүр, короче, алдында. Опа, наңарына Наполидің атакасы, Кварацхелия кетіп бара жатыр. Так, ох, емай достар, мықты шанс еді Наполиға. Так, бірақ та Наполи бұл шансын айырылып қалды достар. Мысығым ана жақта кетіп бара жатыр достар. Так, мына жерде деген ереже бұзылды. Так, достар, Барселона ең алғашқы голын салды. Бұны салған бізде Фермин Лопес. Короче, осындай счет екі ойындың қосқанда 2-1 Барсаның пайдасына достар. Так, ана жерде Люк деген отыр, мінекей Фермин Лопес. Өте жақсы гол салды, мына жерде Кварацхелия кетіп бара жатыр. Так, голды қайталап көрейік достар. Бұл жерде енді сіздерге көрінбейтін шығар, бірақ та жарайды сонда да. Бұл жақта Рафиня, короче, пас береді. Одан Левандовски өткізеді, сосын Ферминға келеді. Фермин осылай өте кереметтей гол салады мінекей. Осындай. Аны защитниктің между ног өтіп кетіпті. Короче, осындай гол салады. Есеп 1-1. Ой, 1-0, ал 2 есептің қосқанда, 2 ойындың қосқанда 2-1 достар. Все, короче, осындай. 2-1. Ал нені қосқанда 2 ойынның
Нәтижесінде счет 3-2 болып тұр әзірше достар. Так. Мына жақта мысық тура мен алдыма келіп жатады, ема. Достар, бізде екінші тайм бас алып және де гол салды достар. Кім еді? Левандовский гол салды достар. Счет 4-2 достар. Екінші тайм бас алды дегенде екінші тайм бітейін деп жатыр уже 80-ші минут достар. Так, үшеуін де жауып отырмын достар енді. Үшінші рет салайын деп жатырмын осы видеоны. Енді осы үшінші рет салынған кезде тағы бан беретін болса, онда вообще бұндай влогтар түсіретін шығармын, бірақ та ютубқа салмаймын достар. ютубқа сала алмаймын онда. Так, короче, мына жерде бізде деген бұрыштама ма? Так. Тағы да бұрыштама бізде достар. Мына жерде. Так, бұрыштама өте көп болып кетті достар. 8 бұрыштама ма сондай. Екінші таймның өзінде, по-моему, мына жерде Хави бір нәрсе деп жатыр. Но по-любому Барса 4-2 болып отырып тұр достар. Бірақ мына жерде де гол салу қаупі бар әрине. Бірақ та салмайды. Мына жерде Кунде, Араухо. Мына жерде достар тағы да нәрсе Осимхен кетіп жүреді ме? Тағы да угловой бізде. Мына жерде Наполидің бас бапкері, атын білмеймін. Так, үшінші угловой кетіп жатыр бізде, по-моему. Или екінші. Так, бұл жерде, опа. Наполидің атакасы, и все, атаканы тоқтатты. Чекш деген шығып, мына жақта кімге? Араухо ойындікі, 3-1 достар, осы екінші ойындікі. Сөйтсек, Барселона ширек финалда PSG-мен кездеседі. Я PSG-да өте мықты қарсылас, ұтып қалуымыз да мүмкін, әбден мүмкін. Бірақ ұтуға да шанс бар деп ойлаймын енді. Мінекей Ламин Ямал, өте жақсы игрок, жасы 16-та или 17-те ма. Мына жерде менің мысығым әлі ұйықтап жатыр достар. Мен алдыма келіп. Рафиня мына жерде. Мына жерде кімнің Наполидің фанаттары ма? Араухо жүр. Мына жерде Виска Барса ойыншысы MVP бұл бізде Кубарса мінекей кетіп бара жатыр. Мінекей алдынан шыққан бізде Балде. Балде Канчело жағында, Балде да өте талантты, мықты игрок достар. Так, Барса Наполи матчы сәтті өтті достар. Енді қазір біздер деген обмен ашайын деп жатырмыз. Так, обменға кірейік. Так, бұл жерде біздер деген 98-97-ге бізде жетіп тұр екен достар. 87-97-ге жетіп тұр. 3 игрока микс версия дейді. Давайте ашып көрейік. Так, Волколд. Сауд Арабиясы, нападающий, Аль-Хиляр, Аль-Шахири дейді. Және Кака Микель Мерино дейді. Ну, енді Мерино сатуға болады, по идее. Сатып айтчак достар. Тағы да шоуға болады екен достар. Так, обмен басып открепитті басайық. Так, Волколд. Опа, Тоти достар. Грузия. ЛВ. Наполи. Кварацхелия достар. Кварацхелия. Бізден ұтылған соперник достар. 13 лям тұрады, бірақ сатылмайды достар. Өкінішке орай, егер сатылатын болса бай болып кететін едік. Так, бұл жерде бізде игрок жетпейді. Сол үшін рейнгтен аламыз ба достар. Мбаппе 142 лям отырады екен. Так, бізде онда игрок жоқ қойын ме? 84. Так, Кварацхелия сатылмайды екен. Қазір қарайық достар, қандай игрок керек екен. Жоқ, мына жерден давайте 1250 самоцветовқа тағы да пагаш көрейік. 81-97 дейді. Так, стандартный набор. Волколд достар. Аргентина. ЦП. Что за команда? Медина дейді. Дым жоқ достар, дым жоқ.
Так, 70 пен 88 бесплатный набор я жай аша салайық. Так, мына қызылдардың бүкін өткізіп тастаймыз. Так, квесттерді алып тастайық, 50 самоцветовті алайық. Так, және де мына жерден полный набор дегенді алайық. Сол кезде біз тоже ежедневный награданы ашып, соныкінде алатын боламыз. Опа, 46 уровеньге көтердік достар, получи награданы басып. Тоже 200 самоцвет алдық. Так, опа, наяқтан тоже 100 самоцветов ақша сондай алдық достар. Прикиньте, тағы да бір пак ашуға жетіп тұр. 1325 самоцветов бар бізде. Так, кешіріңіздер достар. Мен жөтелу ауырып жүрмін. Так, тағы да бір рет бағымызды сынап, өте событияда ғой, по идее. 1250 самоцветов ашып көрейік. Так. Ой, божо, волкаут жоқ, значит дымда жоқ. Волкауттың өзінен дым тұрамай жүргенбіз. Мынандайдан дым түспейтін белгілі. Так. Бір айтып дейді достар. Достар, айтпақшы, менімен бірге равный игра ойнағаныңыз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыздар достар. Бір 3 матч ойнапсақ, и мен соны видео қылып түсіріп салатын болам. Қызық болатын шығар достар. Бір рубрика жасақ сондай. Типа подписчиктермен матч деген сияқты рубриканы атын тауып берсеңіздер, сосын WhatsApp-қа жазсаңыздар, менің қолым босаған кезде бір күнде келісіп 3 матч ойнап, соны видео экранға түсіріп, сіздерге салатын болсам қызық болатын шығар, достар. Соны өз ойларыңызды комментария жазып кетіңіздер. Так, немесе равный иградан путь бастайын ба, мысалы, легендаға жол деген сияқты ше, FIFA-да. Енді өздеріңізге қайсысын ұнайды, комментария жазып кетсеңіздер, мен уақыт болған кезде қолым тиген кезде обязательно түсіріп салуға тырысатын боламын достар. Енді аптасына бір видеодан шығарып жүрмін, себебі ұбт-ға дайындық достар. Және де менің екінші каналым бар, Black Russia GTA түсіретін, ол жерде де аптасына бір видео салып жүрмін. Өйткені достар, қолым көп тиіп босамайды достар. Себебі ұбт-ға дайындық. Короче, сондай достар. Так, мына жерде бізге 2 игрок керек екен, я. Так, давайте мынаны ашып көреміз, көресікелер жоқ керек емес секілді. Опа, мына жерде набор бар екен. Я дым жоқ бұл жерде тоже. Так. 89-97-ге бізге 87 игрок керек дейді. Мына жерде 86 керек дейді. Бірақ көп игрок достар ала салуға болады, по-моему. Так, гулит тауы үшін 7-8 пактан өткізіп тауы керек па. 11 миллион үшін 94 плюс дейді. 8 миллионға 93 плюс. 5 миллионға 92 плюс. 3 миллионға 91 плюс дейді. 1 миллионға 86 плюс. Короче, осындай достар. Достар, короче, қазір біздер деген 1500 очкоға ма, я. Дерзун Райвостан пак ашамыз. Так, Сенегал, левый полузащитник. Так, по Токо Экамби, я-моя достар. Дам түспеді. Так, енді қалғанда үшін бізге тағы да 2500 керек екен, я. Так, мына жерде ашуға болады, достар, бірақ та по-моему, ашпай жинаған дұрыс секілді достар. Енді қазір біздер деген 1250 самоцветовқа пактар ашатын боламыз. Екеу келеді де, по-моему, екеу ашайық. Стандартный набор героев дейді бұл жерде. Так, Волкаут, Англия, ЛВ, Манчестер Юнайтед, Решфорд па? Я Решфорд екен 85 достар. Так, екі рет ашып тадық та. Жоқ достар, бізде үшінші рет ашуға самоцветов жетеді екен достар, ема. Қақауды ұмытып кетіппін. Так, үшінші рет ашып тастайық.
бұл жерде волкаут бар ма екен? Волкаут жоқ екен. Видение дейді. Короче, бұл жерде бізге дамы түспеді. Так, енді обменнан көрейік достар. Так, 85-97-ге жетіп тұр достар. Так, одан басқасына жете ме екен? 87-97-ге тоже жетіп тұр. Давайте открепитті басып ашып тастайық. Опа, волкаут. Ну, что за ел? Типа, что за команда? Я какой-то ноунейми. Так, мына жерде бізге 85-тен біреу керек екен, аша алмаймыз. Так, енді мынаны аша аламыз да? Аша аламыз достар. Давайте ашып тастайық. Так. Самба дейді. Так, енді ашуға бізге дейін әлі игрокта көп керек екен. Короче, осындай достар. Так, енді тағы да обменді ашамын ба деп ойлап отырмын. Мына жерде 89-97-ге жетіп тұр. Давайте ашып тастайық. Так, волкаут. Ну, что за ел? Я какой-то қайтадан ноунеймдер. Достар, мен алға қалдым соңдан ренжімен, дауысым дұрыс шығып жатқан жоқ. Бізге деген 81-ден екеу керек екен, да? Алаңыз да, давайте екеу алып тастайық. 81-ден. Так, 81-ден жазамыз, поискті басамыз. И мына жерде кім бар екен? Мынау Антон дейді. Давайте осы екеу ала салайық. Достар, ё-моё. Негізі одан да вообще көп пакта ашқан дұрыс еді, ё-моё. Ананы текке алып қойдым достар, мен деген, ё-моё. 89-97-ден ашқан дұрыс еді. Бұл жерде 82-ден екеу керек екен, ал жаңағы жерде 81-ден екеу керек болды, ё-моё. Бізген ақшамызды текке қыртып 81-ден екеу алып қойдық. Жарайды, енді ала берейік достар. Енді қазір поисттан қайтадан 82-ден екеу алатын боламыз. Ё-моё достар, ақшамыз кетіп қалып, бірақ та сатуға болатын шығар, сатып жібереміз, если что. Мына жерде Али деген бар екен, осыдан екеу алсамыз, как раз ақшамыз жетіп тұр екен достар. Все, кеттік ашайық. Так, бірінші алайық, ашайық деп болды. Так, получить всех игроков-то басамыз. Так, мой игроки. Так, обмен. Все, кеттік достар, 89-97 тағы да біреуін ашамыз. И бұл жерде бізге волкаут бар ма екен? Волкаут. Сенегал, ЛП, ядысы Токой Камби, тура бағана. Достар, осымен видео аяқталды. Аңна жазып, лайктарыңды басып, комментарий жазды. Мен қолдап 100 подписчикке тез жеткіздім.